Қайырлы күн аналар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған подписация етіп, колокольчикті басып қойыңыздар. Әр күні пайдалы видео түсіріп отыруға сіздерге тырысамын. Бүгін бізде Нұрали бала, бұл баламыз уже 7 айлық. Сіздерге бүгін жалпы 5 айлық бала не істей алады, соны көрсетемін. Оны білу өте маңызды, себебі мысалға бала өзінің айынан кеш дамып жатса, ол дұрыс емес. Сондықтан жаңағы ақауларды білу үшін сіздерге бүгін көрсеткім келеді. Ең бірінші бала қалай бастаймыз? Жалпы бала екі жақта аунай алу керек. Мысалға арқамен жатыр, арқамен жатыр и оң жағына және сол жағына бұл өздігінен аунай алу қажет. Кел, аунай. Біздің баламыз бұл аунай алады. Тек сәл өзі ерініп жатыр, шаршап қалды. Кел. Екі жаққа аунай алу қажет, еркін аунау керек. Егерде балаңыз бір жағына аунап, бір жағына аунамай жатса, значит бір жағына тонус бар деген сөз. Екінші, мынау екі қолында сор алу қажет, өзінің аузына жеткізіп. Және оптикалық реакция деген бар. Бізде оптикалық реакциясы, яғни мен мысалға мына затты аламын, осыған бұл бала. Мен қалай қарай қаратам, соған қарай бұл қарау керек. Не қарап жатыр бұл? Бұны негізі бір айдан бастап біз уже диагностика жасаймыз, сол кезде анықтаймыз. Кейбір балалар 3 айлық болса да қарамайтындар болады. Ол егер көзіне мынау затты берген кезде қарамаса, ол кезде бала даже аунауға да талпынбайды, потому что аунаған кезде ең бірінші баланың басы бұрылады. Сол үшін біздер бірінші осы оптикалық реакциясын тексереміз. Оны дамыту үшін алдағы уақытта тағы да видео салатын боламын. Енді ары қарай кеттік. Аунай алу қажет, айттық. Енді аунады, ішпен жатыр бала, кел. Егерде бала аунамай жатса, бір лайфхак көрсетіп жіберейін. Аунамай жатса, мынау төс бар ғой, төстің астыңғы жағында нүкте бар. Сол нүктені басасыздар. Мынау 4 саусағыңыз астында қалады. Мына кеудесінде, Бұлай. Өстестерді басасыздар. Сегізде автоматын бала аунайды. Көрдіңіздер ма? Осындай точкасы бар. Так, енді аунады. Енді қараңыздар. Бала негізі уже 7 айлық қой, қолын тіреп кетті. Бала осылай шынтағын тіреу керек. Шынтағын тірейді. Шынтағын тірегеннен кейін Нұрали, енді қараңыздар, бала өз-өзінде айналу керек. Ол дегеніміз, қараңыздар, бала оң қолын тіреп, сол аяғын жерге опора жасап, бер көрсете қойыңыз. Бер жақындай беріңіз. Оң қолын бұлай тіреп, мына аяғын бұлай опора жасап, яғни айналу керек. Бұл баламыз айналалы. Қазір тек еркелеп жатыр. 7 айдан асқан, уже отырғысы келіп жатыр. Отыруға дайындалып жатыр. Пока, міне қараңыздар, бір жақ бүйірімен бала уже отыруға дайындалып жатыр. Осылай дайындық басталады негізі. Бұл жерде неден бастайды? Міне поза русалки деген бар бізде. Поза русалкида бала жатып үйренеді. Оны біздер үйретеміз, егер бала жата алмаса. Қолын тіретеміз бұлай. Именно аяғы ішке қарайды да, сыртқа аяғы бұлай жерге тіреліп жатады. Нұрали, егер болмаса, алдарыңызда бұлай үйде отырғанда қолыңызды қойып алып, осылай жасасаңыз болады. Баламыз жылап кетті.